Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін торт пісіреміз. Бұл торт қолжетімді заттардан жасалынғанымен өте нәзік, дәмді болып шығады. Мен сияқты дастархандарыңызға осылай екі түрлі әсемдеп қойсаңыздар керемет болады. Қамырына қажетті заттар: жұмыртқа, қант, майонез, ұн, разрыхитель, кремне, сгущенка, қаймақ, сары май. Ең бірінші жұмыртқамызға қантты қосып, миксермен жақсылап ағарғанша араластырамыз. Енді майонезімізді қосып, миксердің ең баяу жылдамдығымен араластырып аламыз. Разрыхителімізді ұнға қосып, илеуіштен өткізіп, екіге бөліп, өте баяу жылдамдықпен араластырамыз. Осы дайын қамырымызды тік 4 30-32 өлшемді формаға құйып тегістейміз. 180 градус қызып тұрған пеште 20-30 минут аралығында пісіріп аламыз. Піскенін шпажка арқылы тексереміз. Қамырымыз піскенше кремімізді дайындап алайық. Бөлме температурасында еріп тұрған сары майды миксерлейміз. Оған қаймақты қосып, сгущенка қосып араластырамыз. Міне корждарымыз да пісті, суытып, формасынан шығарып аламыз. Дайын корждарымызды видеода көрсетілгендей ортасынан бір бөліп аламыз. Содан кейін әр бөлігін видеодағыдай орталардан тағы да бөліп 4 корж шығарамыз. Бағанағы дайындап алған кремімізді алып, әрбір коржға жағып, торттарымызды жинаймыз. Біреуінің үстіне кокос үгіндісін себеміз, екіншісінің үстіне теркадан өткізілген шоколад себеміз. Осымен тортымыз дайын. Екеуінің дәмі екі түрлі ерекше болып шығады. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін.